Сәлем әлем, бұл Караван Кизет медиа порталының подкаст жанрындағы жобасы. Эфирде мен Ғалымжан Сәңкібаев. Бүгін мен бұл подкастта өте бір өзекті жаңалықты, өзекті бір тақырыпты қозғағым келіп отыр. Ол балалар суициді. Соңғы уақытта мынау карантин кезінде маусым айында белгілі болған еді. 4 ай карантин кезінде балалар суициді 2 айға кешірім сұраймын, 2 есеге көбейіп кеткен. Бұны депутат Артур Платонов хабарлаған болатын. Бұл жаңалықтарды бүкіл сайттар хабарлады, бүкіл бақ өкілдері хабарлады, әлеуметтік желіде де тараған болатын. Сол карантин кезінде мынау Шығыс Қазақстан, Алматы, Түркістан, Қостанай облыстарында көбейген суицид. Әсіресе балалар суициді, яғни 18 жасқа толмаған балалардың өз-өзіне қол салуы. Көп жағдайы өкінішке орай қайғылы жағдаймен аяқталған. Осыған байланысты мен мектеп психологы, өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі Айжамал Уәлиева Серікқызымен бірге осы тақырыпты қозғағым келіп отыр, осы тақырып туралы айтқым келіп отыр. Осыны бір себептерін анықтап, оның қалай алдын аламыз, осыған байланысты бірге ізденейік, көрейік, сөйлесейік, әңгіме өрбітейік деген мақсатта студияға шақырдым. Олай болса, біз бастаймыз. Айжамал, сізге көп рахмет алдымен келіскеніңізге. Мынау балалардың суицидті ойлауына бірінші кезекте не себеп болуы мүмкін деп ойлайсыз? Психолог ретінде, балалармен жұмыс жасап жүрген мұғалім ретінде, оның үстіне өзін-өзі танудан сабақ бересіз, мұғалімсіз, жалпақ тілмен айтқанда апайсыз. Сондықтан осыған байланысты балалар суицидті ойлау кезінде бірінші кезде балалардың суицид ойлауына бірінші кезекте не себеп болуы мүмкін? Сәлеметсіз бе? Ең алдымен суицид ұғымына тоқталып кететін болсақ, суицид өзін-өзі өлтіру, өзін өмірден қасақана айыру деген мағынаны білдіретін өте күрделі психикалық диагноз болып табылады. Жалпы суицидтің жасөспірімдерде ең жиі кездесетін кезі 14 пен 17 жас аралығы. Көп жағдайда балалардың мұндай әрекетке баруына отбасындағы дау-жанжал, достарымен қарым-қатынасындағы қиындықтар себеп болуы мүмкін. Мысал алатын болсақ, ауыр әлеуметтік жағдай, ата-ананың бөлек тұруы немесе ажырасуы, сонымен қатар ата-ананың психикалық ауытқуы, яғни баланың ата-ана тарапынан қысым көруі. Әрине, рахмет сіздің жауабыңызға. Балаларды суицид туралы ойдан қалай құтқаруға болады? Оны мысалы бізді мүмкін кез келген ата-ана естіп отырған шығар, тыңдап отырған шығар. Кез келген ата-ана бұл жағдайға жетуі мүмкін, оны білмейді. Баланың ішінде не болып жатқан барлық ата-ана біле бермейді. Сондықтан да балаларды суицид туралы ойдан қалай құтқару керек? Бұл орайда мектеп психологтары оқушыларға диагностика жасау немесе тест жүргізу арқылы аз да болса қауіптің алдын алуға болады. Нәтижесінде суицидке бейімділікті байқаған жағдайда ата-анаға ескертіп мәселені бірігіп шешу үшін түрлі амалдар қарастыру керек. Әрине, диагностика жүргізбес бұрын алдымен ата-ананың рұқсаты қажет. Егер ата-ана рұқсат берген жағдайда ғана біз ол диагностиканы жүргізіп, одан кейін қорытындысын шығарып, бірге талқылап, ары қарай жұмысты ата-анамен бірге жасайтын боламыз. Балаларға мектепте суицид туралы айту керек пе? Әлде керек емес пе? Бұл айтатын болсақ, керісінше сол суицидке итермелей ме? Қалай ойлайсыз? Қазіргі таңда еліміздегі мектептерде суицид туралы айтылады, бірақ біз бұл терминді қолданбаймыз. Оны тікелей балаға айту сол әрекетке баруға итермелеуі мүмкін. Сол себепті де біз өзіне өзі қол жұмсау немесе өзіне өзі қол салу сөздерін қолдану арқылы балаға жанама түрде жеткіземіз.
қалай ойлайсыз, қай кезде дабыл қағу керек? Суицидтік әрекетке баратын баланың бойында мінез құлқында, іс-әрекеттерінде бірқатар өзгерістер болуы мүмкін. Мысалы, баланың жалғыз қалғысы келуі, өлім туралы көбірек айтуы, ұйқысының бұзылуы, тәбетінің жоғалуы, агрессия, мінез құлқының өзгеруі, өзіне тиесілі нәрселерді басқаларға таратып беруі. Міне осындай өзгерістерді байқаған жағдайда дабыл қағу керек. Яғни балаға осындай жағдайда міндетті түрде қолдау, көмек аса қажет. Себебі біз баланы суицидтік ойдан арашалап қалуымыз керек. Айжамал, тағы да алғыс білдіремін сізге осыған жауап бергеніңізге. Осы тақырып жөнінде көптеген жауаптар алдым, көптеген өзім де ой түйдім деп ойлаймын. Ойлаймын емес, дәл солай. Одан кейін басқалар да солай ойлайды деп үміттенемін. Ой түйді деп барлығымыз ата-аналар балаларымызға қарауымыз керек. Балаларымыз кіммен араласып жүр, ішкі жан дүниесінде не болып жатыр, соның барлығын білуіміз керек, анықтауымыз керек деп есептеймін. Олай болса, бүгінгі тақырыпқа байланысты, яғни балалар суицидіне байланысты, жаңа сіз өзіңіз айттыңыз ғой, суицид деген атауды біз пайдаланбаймыз мектепте деп, яғни балалардың өз-өзіне қол жұмсау бойынша соңында сіз не айтар едіңіз? Психолог ретінде ата-аналарға берер кеңесім үнемі баламызға мейірімділік, қамқорлық танытып, оның бос уақытында немен айналысатынына көбірек көңіл бөліп, мейлінше өзіміздің де бос уақытымызда баламен бірге өткізуге тырысу керек. Бала өзінің ата-анаға керек екенін, ата-анадағы жылулықты сезіну керек. Сонда ғана оның ойында ешқандай жағымсыз ойлар, суицидтік ойлар болмайды. Бүгін балалар суициді туралы, балалардың өз-өзіне қол салу туралы көп айтылды. Көптеген мағлұматтар алдым, сіздер де алдыңыздар деп үміттенемін. Айжамал Серікбайқызы, сізге тағы да көп рахмет, сізге алғыс білдіремін. Көптеген ата-ана осы подкасттан кейін, осы тақырыптан кейін баласына басқаша қарап, баласының ішкі жан дүниесін түсінуге тырысады деп үміттенемін. Солай ойлаймын. Сізге тағы да рахмет. Сіздермен бірге болған мен Ғалымжан Сәңкібаев және Караван KZ медиа порталы Караван әрдайым жаныңыздан табылсын.